Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifa rahimahullahның жазған кітабының шархы менен Мулла Али Қаридің кітабының шархын өтіп жатқан едік. Иман тақырыбы бірінші таухид болды. Одан кейін иман, қайсы нәрселерге иман келтіру керек. Имам Абу Ханифа рахимахулла иман сену мәселесінде ең бірінші әр мұсылман былай деп айту керек деді. Аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи. Аллаға иман келтірдім, періштелерге иман келтірдім, кітаптарына, елшілеріне және өлімнен кейін тірілуге иман келтірдім деу керек. Және өлімнен кейін тірілуден кейін тағдырдағы жақсылық жамандық Алладан деу, есеп хисап, мизан, жәннат, тозақтың барлық хақ екен деп иман келтіру және соны айту әрбір момынға міндет деді имам Абу Ханифа рахимахулла. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы махшар майдан. Махшар майдан. Махшар майдан деген не? Адамдар бұл дүниеде қайтыс болып өлгеннен кейін о дүниеде барлығының жиналатын жері бар. Хашр деген жиналу деген, тірілу деген мағына береді. Махшар деген сол жиналатын жер деген. Махшар, хашр деген жиналу, махшар деген жиналатын жер деді. Махшар деген үлкен бір майдан. Сол жерде бүкіл барлық нәрселердің барлығы мақлуқтар сол жерде жиналады. Және сол махшарға жиналудан мақсат барлық адамзат сол жерде жиналып Алланың алдында тұрып, содан ары қарай есеп хисап басталады. Бірақ махшарға бүкіл инсандардың барлығы, адамдардың барлығы жиналған кезде, махшарға жиналған кезде бірден есеп хисап басталмайды. Хадисте, Муслимнің риуаятында келген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты: қиямет күні әр адам баласы өзінің күнәсіне жараса өзінің теріне батады деді. Біреулердің терісі тізесінен келеді, біреулерге белінен келеді, біреулерге көкіректен келеді, біреулері батып жатады деді. Осы айтып отқан оқиға бұл махшарда болатын оқиға. Махшарда майданда барлық адамдардың барлығы жиналған кезде күнәсіне жараса әлі есеп хисап болған жоқ, әлі жаза болған жоқ, әлі ешкімге ештеңе шешім шыққан жоқ. Сол кезде адам алдыңғы барар жері қай жер екендігін осылар арқылы біле берсе болады, белгілер арқылы. Махшарға жиналған кезде адам күннің ыстығы соншалық, күн адамдардың тас төбесіне жақындап келеді. Қазір жаздың кезінде күн жерден қанша миллиард, триллиард километр алыс тұрған кезінде адамдардың күннің ыстығына шыдаулары өте қатты қиын. Ал сол триллиард, сексиллиард километрдан адамдарды ыстық қылып тұрған сол күн басымыздың тас төбесіне келеді. Тас төбемізге келеді. Яғни өте сондай жақын болады. Адамның терісі сол жерде қатты ағып, сол өзінің терісі көл болып, соған адам бататын болады. Осы айтылған нәрсе бұл махшарда болатын оқиға. Сол кезде адамдар қиналғандықтарынан, күннің ыстығынан шыдай алмағандығынан, өздерінің терілеріне өзі желкеніп батып атқандықтан адамдардың барлығы жиналып пайғамбарларға келеді. Адам алейхиссаламға келеді, Иса алейхиссаламға келеді, Муса алейхиссалам, көптеген барлық пайғамбарларға келіп шығады. Барып, сен пайғамбарсың ғой, Аллаға барып айтшы, есеп хисабын бастасын. Есеп басталғанға дейін осы жерде адамдардың махшарда тұрулары олар үшін өзінше бір азап, олар үшін өзінше бір қиыншылық. Алла өзінің есебін бастасын деп бүкіл адамдардың барлығы пайғамбарларға, әр пайғамбар өзі бастатады. Мен бара алмаймын, мен осындай пайғамбар болып тұрған кезде осындай бір айыбым болды,
әр пайғамбар өздерінің бастарынан өткен оқиғаларын айтып бас тартады. Әр пайғамбарға сілтеп, сендер одан гөрі Иса алейхиссаламға барыңдар дейді. Иса алейхиссаламға барса, Муса алейхиссаламға барыңдар дейді. Муса алейхиссаламға барса, Адам алейхиссаламға бар дейді. Ибрахим алейхиссалам, әрбір пайғамбар бір-біріне жұмсайды. Ең соңында пайғамбарымызға Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға келеді. Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ол адамдардың қиналғандықтарын көріп, адамдардың арызданып жатқандарын көріп, Алла тағалаға жалбарынып, Алладан есепті бастауды тілейді. Сол кезде Алла тағала пайғамбарының қалауын, пайғамбардың сұрағанын беріп, есепті бастатын болады. Есеп басталған кезде есептегі қайғы, есеп болып жатқандағы қайғы, ол жердегі алаңдау, адамдар жаңа тас төбелеріне күн келген кезде өздерінің терлеріне батқаннан да ауыррақ болады. Қияметтегі әрбір болатын жағдай бірінен бірі өткен қиыншылық болады, жәннатқа кіріп кеткенге дейін. Хадисте Алла тағала инсанның барлығын жаза беру үшін, немесе сауап беру үшін сол махшарға жинайды. Сол есеп басталғанға дейін көптеген нәрселер болады. Және ғұламалар сол есеп-хисаптың қанша уақыт болатындығын, немесе есепке дейін адамдар махшар майданында қаншалық уақыт күтіп тұратындығын, мерзімін ешбір ғұламалардан ешбіреуі айтпаған. Себебі оған ешқандай анық дәлел жоқ. Қанша уақытқа дейін тұрамыз махшарда жиналып? Есеп басталғанға дейін қанша уақыт, қанша жылдар ма, ғасырлар ма, оны тек Алла біледі. Инсан басынан бастап аяғына дейін қанша адамзат өткен болса, олардың барлығы сол махшарда жиналатын болады. Және ол адамзаттың барлығының махшарда жиналатындықтары туралы Құран Кәрімде көптеген жерлерде аяттарда айтып өткен. Және хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінде де келген. Алла тағала инсанды махшарға жинаған кезде бүкіл ағзалармен, денелермен жинайды. Ағза, дене мүшелерінің барлығымен бірге болады. Махшардағы адамның қаншалық екендігі, қандай екендігі, дене пішімі барлығы сол махшарда, бұл денеде адамдар қандай болған болса сондай болады. Адам тірілгеннен кейін қайтадан екінші рет өмір сүру тақырып мәселесі. Адамның екінші рет өмір сүру. Бұл дүниеде біз бір рет өмір сүрдік. Бұл дүние біз үшін бірінші өмір. Енді барлығымыз өлеміз. Жаны бар нәрселердің барлығы өледі, жоқ болады. Одан кейін әл-бәъс бәъдәл маут. Өлгеннен кейін тірілетін боламыз. Тірілгеннен кейін сол ары қарай өмір сүретіндер бар, және өмір сүрмейтіндер бар. Кімдер олар? Қиямет күні өмір сүретіндер бар, және өмір сүрмейтіндер бар. Өмір сүретіндерді олар жаны бар нәрселер деп айтқан. Молла Али Қари рахмахулла, жаны бар нәрселер о дүниеде өмір сүретін болады. Және кейбір ғалымдарымыз айтқан, жоқ, тек жаны бар нәрсе емес, жаны бар және ақылы болса, ақылы да бар болса, миы бар, ақыл есі барлар бар жаратылыс болса, олар о дүниеде де өмір сүретін болады. О дүниеде олардың өмірлерінің жалғасы бар. Ал ақыл есі жоқтардың о дүниеде өмірлерінің жалғасы жоқ. Бірақ инсандардың арасында маджнун, жынды, немесе псих, яғни басы істемейтін жынды адамдар болатын болса, олар ақыл естері аман есен сау адамдардың қатарына кіреді. Олар да өмір сүретін болады. Алла тағала жаратылыстан ақыл есін алып қойған жануарлар,
хайуандар, жәндіктер, бұлардың о дүниеде жалғасы жоқ. Бірақ жындар, шайтандар, олардың жалғасы бар. О дүниеде олар екінші өмір сүреді. Инсан, жын, шайтан. Инсан, жын, шайтан, бұлар екінші өмір сүретін болады. Яғни барлығымыз бұл дүниеде өмір сүріп жатырмыз, бірінші өміріміз. Ертең бұл дүниеден өтеміз, одан кейін барзах әлем басады, қиямет болады, ақыр заман болады. О дүниеге барамыз, ары қарай тағы да өмір жалғасады. Немесе мәңгілік рахатта өмір сүреміз, немесе күнәсіне жараса адамдар тозаққа түсетін болады. Ол жақта да өмір болады. Ал жануарлар, жәндіктер, құстар, олардың жалғасы жоқ. Олар бұл дүние өлгеннен кейін, о дүниеге тірілгеннен кейін оларға жан беріледі. Әр жаны бар нәрсе өзінің хақтарын алады. Куәгер болатындар куәгер болады. Хадисте келгенде екі қошқар, мүйізі жоқ қошқарды мүйізі бар қошқар сүзіп алған болса, о дүниеде сол мүйізі жоқ қошқардың ақысын алып береді. Одан кейін екеуі де топыраққа айналып кетеді дегендей, бүкіл құс жануарлардың барлығы өздерінің хақтарын алады, өздері куәгер болады. Сөйтіп болғаннан кейін барлығы жоқ болып кетеді. Тек қана инсан, жындар, шайтандар. Бұлар о дүниеде екінші өмір сүретін болады. Инсан, біздер бұл дүниеде бір рет өмір сүреміз. О дүниеге барғанда екінші өміріміздің аяғы жоқ. Екінші өміріміздің аяғы жоқ. Хадисте келген, есеп-хисап болғаннан кейін адамдар екі топқа бөлініп тұрады. Әхлу жәнна, әхлу нар. Тозақ иелері және жәннатқа кететіндер. Екі топқа бөлініп тұрады. Алла Тағала есеп-хисап барлығы біткеннен кейін сол екі топтың ортасына өлімді қойдың суретінде алып келіп сояды. Сол кезде жәннатқа баратын адамдар қуанады, тозаққа баратын адамдар қайғырады. Екінші өмір сүретін осы инсандар, жындар, одан кейін шайтандар. Одан басқа жаратылыстардың барлығы жоқ болып кетеді, топыраққа айналып кетеді. Бұл туралы көптеген аяттарда келген. Бірақ Әл-Ашбах уан Назайр деген кітапта тәфсирде былай деп келген. Имам Рази, Ибн Сирин, басқа да ғалымдар айтты. Бүкіл жануарлар барлығы о дүниеде екінші өмір сүрмейтін болады. Олар жоқ болып кетеді, топыраққа айналып кетеді, басқа болады. Бірақ мына жануарлар ғана өмір сүретін болады. Яғни жұмаққа кіріп, жұмақтың ләззатынан пайдалана алады дейді. Олар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның түйесі, Сүлеймен алейхиссаламның хут-хут құсы, Сүлеймен алейхиссаламның оқиғасындағы құмырсқа, Юнус алейхиссаламны жұтып қойған балық, кит, Үзайр алейхиссаламның есегі, Солих алейхиссаламның түйесі, Ибрахим алейхиссаламның қошқары, Исмаил алейхиссаламның қошқары, қойы, және Каф сүресіндегі жас жігіттермен бірге кетіп қалған ит. Қитмир, иттің аты Қитмир. Осы 10 шақты жануар ғана екінші өмір сүретін болады. Бұлардан басқа әрбір ит болсын, мысық болсын, жан жануарлар, хайуандар болсын, барлығы не істейтін болады? Топыраққа айналып кететін болады. Сол топыраққа айналып кеткеннен кейін тек қана инсандар, жындар, шайтандар қалады. Иблис сол жын шайтандардың ең әкесі болып, атасы болып табылады. Сондықтан осы үш нәрсе ғана екінші өмір сүретін болады. Одан кейін Мулла Али Қари рахимахулла айтты: егер кішкентай бала
іштен шетінеп кететін болса, кішкентай бала іштен шетінеп кететін болса, ол дүниеде бар бола ма, әлде жоқ бола ма? Мулла Али Қари рахимахуллаға осыны сұрақ қойған. Мулла Али Қари рахимахулла Абу Ханифа рахимахулланың тарабынан жауап берді. Мулла Али Қари рахимахулла имам Абу Ханифа рахимахулланың тарабынан жауап берді. Іштен шетінеп кеткен нәрестелер, егер іштен шетінеген бала, оған рух, жан берілмеген болса, о дүниеде ол жоқ болады. Егер іштен шетінеп кеткен, бірақ оған рух берілген, жан берілген болса, айтқанда 7 ай, 8 ай, 9 ай болған, онда о дүниеде де ол бір инсан бола алады, инсан болады. Кейбір ғалымдарымыз айтты, Мұхтар қаулдағы кейбір ғалымдарымыз айтты, қайсы бала іштен шетінеп кеткен бала хилқаты захир болса, яғни бір мүшелері, қол, немесе аяқ, немесе бас, бір адамның бір мүшесі көрінсе, ол о дүниеге барған кезде ол адам болады. Ол адам болады. Егер хилқаты захир болмаса, егер айтқанда оның дене мүшелері көрінбесе, ұйыған қан болып тұр, немесе ет секілді болып тұр, бір аяқ көрінбейді, не қол көрінбейді, не бас көрінбейді, бір адам деп айтатындай әлі бір мүшелер шықпаған, дамымаған. Ондай болатын болса, о дүниеде сол халде шетінеп кетсе, ол дүниеде ол адам болмайды деген. Ал бұл дүниеге келгеннен кейін шетінеп кеткен балдар, бұл дүниеге келгеннен кейін 1 ай өмір сүрді, 2 ай өмір сүрді, немесе 1 жыл өмір сүрді, одан кейін шетінеп кеткендер туралы Ахлу сунна уал жамааның ақидасы, ұстанымдары бойынша олардың барлығы адам болады. Бір риуаятта, хадисте келген, кішкентай нәресте кезінде шетінеп кеткен балдарға есеп-хисап болмайды. Алла Тағала сол сәби балдарға сендер барыңдар, жәннатқа кіре беріңдер деп айтылады. Сол кезде нәресте, сәби балдар жәннаттың алдына барып, біз бұл дүниеде әке шешелерімізді, ата-анамызды көре алмадық, біз жәннатқа ата-анамызсыз кірмейміз деп шырылдап тұрып алады. Алла Тағала сол нәресте кішкентай балдардың шырылдағандарын, ата-аналарын көргілері келгеніне Алла Тағала мейірім, рахым танытып, олардың күнәһар болған әке шешелерінде жұмаққа кіргізіп жібереді. Сол үшін пайғамбарымыз хадисте айтты, егер қайсы бір адамның 3 нәресте баласы шетінеп келсе, жәннат оған міндет болды. Бір әйел тұрды да, я Расулалла, егер 2 баласы ше деді. Пайғамбарымыз айтты, егер 2 бала шетінеп кетсе де, ол да солай болады деді. Бір риуаятта жаңағы әйел, ал 1 бала ше деп айтуға ұялдым деді. Бір риуаятта бір әйел сұрады, ал 1 бала болса ше, 1 баласы шетінеп кеткен болса ше деді. Пайғамбарымыз айтты, 1 бала болып шетінеп кетсе де, ата-анасына сабыр қылған болса, шектен шықпаса, тіл тигізбесе тағдырға, онда ол ата-анасы да жұмаққа кірулері міндет болады. Осы хадистің шархында имам Рази, басқа да ғалымдар айтты, сол жас балдардың, кішкентай нәресте, бөпе балдар жәннаттың алдында ата-аналарын күтіп тұрады. Сол күнәһар болған болса да, ата-аналары сол балдармен иншалла жұмаққа кіретін болады. Сол үшін балдар шафаатшы. Сол үшін хадисте келген, жаназа намаз оқылған кезде, нәресте балдарға оқылған кезде осы дұғаны қылмады. Аллахумма жa'алху лана фаратан, вадж'алху лана аджран ва зухран, вадж'алху лана шафи'а ва мушаффа. Я Алла, бұны біздің жемісіміз қыл, біздің гүліміз қыл. Я Алла, бұл балдарды бізге шапағатшы қыл. Я Алла, бұлар бізді ақыретке барғанда күтіп алушы қыл, алдымыздан шығып күтіп алушы қыл деп жаназада осы дұға оқылады. Бұл дүниеге келіп шетінеп кеткен балдардың жәннатқа кірулері туралы ешқандай Ахлу сунна уал жамааның ихтилафтары жоқ. Тек қана Муътазила, адасқан фирқа, олардың көзқарастары бойынша кішкентай мұсылман емес кәпір мүшриктердің кішкентай нәресте сәби балдары
туралы муътазилиттердің ақидалары бөлек. Ахлусунна уал жамаа, ахлусунна уал жамаа мұсылмандардың кішкентай нәресте балдары болатын болса, олардың жәннати екендігінде ешқандай дәлел жоқ. Мутаватир хадистер бар жәннати екендігіне. Талас жоқ онда. Жаназа намазының дұғасында да келеді, көптеген хадистерде келеді. Онда ешқандай талас жоқ. Мұсылман емес кәпір адамдардың балдары, немесе мушрик адамның балдары, немесе әхлі кітаптардың балдары, нәресте, сәби, бірде, екіде, солар шетінеп кетсе қалай болады? Муътазилиттердің муътазила деп бөлініп қалуларына осы мәселе себеп болды. Бір ұстаз, табиин болған ұстаз, сабақ беріп отқан кезде бір шәкірті осыны сұрайды. Сол кезде ұстазы айтты, көпшілік жұмхур ғұламалардың көзқарастары бойынша олар жәннатта жәннати адамдарға қызметші болады деген. Жәннатқа кіреді, бірақ қызметші болады деген ол жақта. Кейбір ғұламаларымыз мұтлақ жалпы түрде олардың барлығы жәннатқа кіреді иншаалла деген. Сол кезде муътазилиттердің болған бір шәкірт тұрды да ұстазына қарсы шықты. Жоқ, ол әділетсіздік. Кішкентай нәресте баланың ешқандай айыбы жоқ. Ол жәннатқа кіруі міндет, уәжіп деді. Ұстазы менен сол шәкірттің ортасында мұназара, талас тартыс болып кетті. Ұстазы ашуланып, ренжіп, наразы болған, иътазил деді. Шығып кет деді кластан. Иътазил деген тұрып кет, шық деген. Тұрып кет. Тұр, шықта кет деді. Соны араб тіліне иътазил дейді. Иътазил, үзіл, бөлін дейді. Әлгі бала тұрды, кластан шығып кетті. Бірге оқығандары оған сен шығарылып кеткенсің, ұстаз сен шығарып жіберген кластан деп айтты. Сен, яғни муътазил, сен үзілгенсің, сен шығарылғансың деп айтты. Сөйтіп ол өзі бір жамағат топ құрды. Ол адамдар оны пір тұтты. Сөйтіп адамдардың мансабын, оның қойған дәрежесін көтере алмай, бір ашып, бір секта, фирқа ашып шығып, сонымен ақида болды. Муътазилиттердің көзқарастары бойынша ақидада қандай бір мәселе ұсынатын болса, оның барлығына ешқандай Құран, хадистен дәлел жоқ, тек қана ақли дәлел. Ақли дәлел бар. Сол ақли дәлелдің негізіне бұлардың муътазилиттердің ақидалары құрылған. Кәпір, мушрик, Құдайға сенбейтін дердің кішкентай нәресте сәби балдарының шетінеп кетулерін олар Алла тағалаға міндет, уәжіп Аллаға жұмаққа кіргізу дейді. Сол секілді муътазилиттерде қайсы бір адам бұл дүниеде жақсы амал қылып жүрген болса, жақсы амал қылып жүріп өліп кеткен болса, ол адамға Алла тағалаға міндет ол адамды жұмаққа кіргізу дейді. Әл-иязу билля. Қайсы бір адам күнә, харам іс қылып жүріп бұл дүниеде өтіп кетсе, Аллаға уәжіп ол адамды тозаққа кіргізуі дейді. Әл-иязу билля. Алла ондай адамдарды сақтасын. Алла тағалаға ештеңе міндет емес. Аллаға ештеңе міндет емес. Алла қаласа тозақи қылады, қаласа жәннати қылады. Алла тағалаға бір нәрсені міндеттеу, ол күфір болады. Аллаға бір нәрсені міндеттеу, Аллаға парыз ол, Аллаға уәжіп былай істеу, немесе кешіруі, немесе мейірім таныту уәжіп, міндетті десе, ол күфір деген ғалымдарымыз. Алла тағалаға ешкім ештеңе міндеттемейді. Тек Алла тағала Құран-ы Кәрімде мен сендерге тыйым салынған нәрсеге өзім қарсы шыққанды қаламайын деді. Яғни Алла тағала қайсы бір нәрсені бізге харам қылған болса, сол нәрсені Алла тағала өзіне халал қылмайды. Мысалы, Алла тағала зүлімді арамызға харам қылды ма, енді Алла да оған қарсы шықпайды. Яғни Алла да зүлім қылмайды деген сөз. Қайсы нәрсе бірімізге қылуға тыйым салынған болса, Алла тағала да бізге сол нәрсені қылмайтын болады. Егер адамдар бір-біріне сол тыйым салынған нәрселер қылатын болса, Алла тағала саған сондай мәміле жасайтын болады.
Сол үшін Ахлу сунна уал жамааның ұстанымдары бойынша нәресте сәби балдардың шетінеп кетулері, бұл дүниеге келген, бұл дүниеге келіп шетінеп кеткен балдарда Ахлу сунна уал жамааның ұстанымдары бойынша мұсылмандардың балдары болса жәннати, мұсылман еместердің балдары болса бір риуаятта жәннаттағы адамдарға қызметші болады деген, бір риуаятта олар да мұтлақ жалпы түрде жәннатта деген. Ал іштен шетінеп кеткен балдар, егер жан рух берілген болса, олар да о дүниеге барғанда адам болады, олар да бір инсан болады. Егер рух берілмейді, яғни 4 айға дейін деген сөз, 4 айда рух беріледі, 4 айға дейін іштен шетінеп кеткен болса, онда олар ештеңе болмайды, ол дүниеде олар жоқ болады. Бұл дүниеде жоқ олар, о дүниеде жоқ болады. Одан кейін тағдыр мәселесі. Тағдырда ол қадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи та'ала деп келді. Тағдырға әрбір тағдыр деп хайр және шар, жақсылықта, жамандықта, яғни пайдада, зиянда Алладан деп білу, ол әрбір момын мұсылманға уажib. Және сол нәрсені білу, және сол қадар және қада үкімге риза болуы да уажib. Тағдырға сену, мойындау уажib, және соған риза болу да уажib. Егер бір адам тағдырға сенеді, бұл Аллада тағдырда, бірақ неге олай жазды Алла тағала деген секілді, сол жазылған тағдырға наразы болу, ол да күфір. Жазылған тағдырға наразы болу, ол да күфір. Хатта кейбір ғұламаларымыз айтқан, егер қайсы бір адам тағдырға сөз тіл тигізетін болса, ол адамның куәгерлігі қабылданбайды деген. Ол адам куәгер болмайды, шахадасы өтпейді, куәлігі өтпейді, куәлікке жарамайды деген. Қайсы бір адам тағдырға сөз тигізетін болса. Тағдыр деп жақсылықта, жамандықта, пайдада, зиянда Алладан деп түсіну, және сол Алладан деп түсіну, оған риза болу, сауапта, азапта, бұның барлығы Алла тағала адамның амал кітабына жазып қойды. Одан кейін иман екі түрі бар, иман иджмали және тафсили. Иман иджмали деген үстірттен болған Аллаға сену. Иман тафсили деген тереңірек болған мәселелері. Иман иджмали деп нені айтамыз десе, имам Абу Ханифа рахимахулла имам иджмали деп екі шахадатты айтқан. Айтқанда ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Бұл иман иджмали. Иман тафсили деген не десе, оның аржағындағы бүкіл мәселелер, куфр, ширк, бидаат, діннен шығу, мұртат болу, барлық мәселелері өзіне қамтиды. Жибрил алейхиссалам пайғамбарымызға адам бейнесінде келіп, пайғамбарымызға Умар ибн-Хаттаб радиллаху анхудан риуаят етілген хадисте, пайғамбарымызға келіп үмметке, сол жердегі адамдарға дінді, исламды үйретті. Сол кезде пайғамбарымыздан иман деген иман деп сұрады. Иман деген не деп? Жибрил алейхиссалам адам суретінде келді. Жибрил алейхиссалам сол кезде пайғамбарымыз ал-иману ан ту'мина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи. Пайғамбарымыз сол хадисте келген сөздердің барлығын айтты. Аллаға иман келтіру, пайғамбарға, кітаптарға, періштелерге, одан кейін жақсылық, жамандық Алладан деп, осы нәрсені иман деді. Бұны иман тафсили деп аталады, ішіндегі мәселелер. Енді ақырет және өлімнен кейін тірілу. Ақырет және өлімнен кейін тірілу. Ақырет деген не деген? Және өлімнен кейін тірілу деген не деген? Кейбір ғұламалар екеуінің айырмасын былай деп айтты. Ақырет пенен өлімнен кейін тірілу деген екеуі екі бөлек нәрселер. Егер бір адам ақырет дейтін болса, онда ол қияметтегі болатын жағдайларды да, қабірді да, барзақты да барлығын өзіне қамтып айтады, ақырет деп. Өлімнен кейін тірілу деп, ол қабірдегі адамға жан салынатын уақытты айтады деген. Ақырет деген, оның ішінде қабір де бар, оның ішінде барзах әлемі бар, оның ішінде қиямет бар, оның ішінде о дүниеге есеп, хисап, жәннат, тозақ, барлығы ақырет деген сөздің астына кіреді. Ақырет дегенде осының барлығын түсінеміз. Өлімнен кейін тірілу дегенде барзах әлемі деген ғалымдар. Барзах әлемі деген. Хадисте
ақырет күні және өлімнен кейін тірілу деген сөздер көп қолданады. Хадисте екеуіне де иман келтіру және өлімнен кейін тірілу дегенде қабір және қабірдағы сұрақ жауаптарды деп түсіндірген ғалымдарымыз. Ал ақырет деген болса, ақыреттегі бүкіл ахуалдар, жағдайлар, есеп, хисап, жәннат, тозақ, махшар, барзах әлемі, қабір, бүкіл нәрсеге, сауап, азап, бүкіл нәрселер, жаза, махшар, бүкіл барлығы ақырет күн, ақыретте деген сөзге істетіледі. Сол үшін бірінші адам өлімнен кейін тіріледі, содан кейін ары қарай ақырет. Бірақ кейбір адамдардың айтулары бойынша өлгеннен кейін ол адамның ақыреті басталды деген де сөздер бар кейбір ғалымдарымыздың. Сол үшін имам Абу Ханифа рахимахулла уәл хисаб уәл мизан уәл жанна уәл нар куллуху хаққун. Есеп, хисап, Алла иман келтірулер нәрселердің бәрін айтты. Одан кейін есеп, хисап, мизан таразы, жәннат, тозақ барлығы хақ деп айтқандығы сол ақыреттегі бүкіл болатын жағдайлардың барлығын қамтып айтты. Сол үшін осы айтылған мәселелердің тағдыры болсын, есеп, хисап болсын, мизан болсын, махшар болсын, қайсы бір адам оған сенбей күмән келтіретін болса, немесе шек қылатын болса, онда жумхур ғұламалардың көзқарасы бойынша ол адам мұсылман емес деді. Кейбір ғалымдар, Аллама Жахир және басқа да ғалымдардың көзқарасы бойынша ол адам кәфір емес, мұсылман, бірақ фасық деген. Ондай адамның сөзі де өтпейді, куәлігі де өтпейді, қабылданбайды. Ол адамның имамшылыққа шығуы да макрух деді. Хатта кейбір ғұламалар ондай адамдар сапта бірінші қатарда тұруға да лайық емес деген. Және ақыретте мұсылмандар мен әхлі куфрлардың арасында, кафирлердің арасында өз араларында талас болатындықтары да айтылады. Ақырет деген сөзге кіреді. Сол үшін кейбір адамдар, сенбеген адамдар о дүниеге барғанда сенген адамдардың мойнынан алады. Сират, көпір, хаус, кәусар, бұның барлығы сол ақыретте жатады. Өлімнен кейін тірілу деген мағына ол тек қана қабір әлеміне ғана жатады. Кейбір ғалымдар ғана осылардың біреуіне шек күмән келтірсе фасық болады деген. Бірақ жумхур ғұламаларымыздың көзқарастары бойынша егер осы тағдырға, о дүниедегі есеп, хисап, мизан, жәннат, тозақ, махшар осылардың біреуіне сенбейтін болса, ол адам иманы мұсылман емес деген, толық мұсылман емес деп айтқан. Алла Тағала сеніміміз дұрыс болып, және дұрыс сенімдегі адамдармен бірге жұмаққа кіруімізге Алла нәсіп еткен болсын. Ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.